Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекеміз, жылымыз құтты болсын. Наурыз мерекесінде дайындалатын қазақтың ұлттық тағамдарының бірі наурыз көжені өз рецептім бойынша дайындаймын. Алдымен қазанға жылқының сүрленген еттерін, жалжая, қазы, түйенің сүрленген өркешін салып, бір қайнатып алдым. Бір қайнағаннан кейін көбігін алып, енді үстіне алдын ала жуып, тазалап, қайнаған суға бұқтырып қойған арпаны және бидайды салып, баяу отта қайнаттым. Мендегі 3 сағатта пісетін жылқы еті болғандықтан, ет піскеннен кейін бір тысқа барлығын түсіріп алып, одан кейін ет суғаннан кейін еттерді турап дайындап қойдым. Енді көжемізге үйдің айранынан бір кесе айранды және сорпаға араластырып қойған сүзбені қосып, сорпамызды араластырып, тағы да баяу отта қайнатамыз. Көжеміз қайнап жатқанда, еттің нанын илегендей қылып бір нанды илеп, жайып, кішкене бөліктерге бөліп қойдым. Енді көжеміз дайын болған кезде астын ашып, қайнатып, жаңағы кесіп қойған нандарымызды салып, бір 5-7 минутта дайындап алдым. Міне наурыз көжеміз дайын, өте дәмді, өте керемет, үстінде өркеші, майы, қазысы бар. Осындай өте дәмді наурыз көжеміз дайын болды. Ас болсын.